Сәлем жасөспірім. Бүгін біз сіздермен ең маңызды тақырып біздің болашағымыз туралы сөйлесеміз. Сіздердің армандарыңыз қандай? Біреу инженер болуды, біреу дәрігер болуды, ендігі біреуі спорттық жетістіктерге жетуді армандайды. Солай емес пе? Бірақ кейде жолымызда қауіп-қатерлер кездеседі. Біреулер бізге зиянды әдеттерді, тіпті есірткі сияқты қауіпті нәрселерді ұсынуы мүмкін. Есірткінің әсері уақытша, ал салдары мәңгілік. Ол денсаулықты, өмірді және ең бастысы армандарды құртады. Ал енді елестетіп көріңдер. Сендер өз армандарыңа жеттіңдер. Біреулер үлкен сахнада өнер көрсетеді, біреулер жаңа технология жасап, әлемді өзгертеді. Бұл есірткісіз өмірдің нәтижесі. Болашаққа есірткісіз қадам жасайық.